Ассалаумалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге постакнені, яғни безеуден қалған ізді және де пигментный пятнаны кетіруге көмектесетін керемет аптечный затпен таныстырғалы отырмын. Бұл бодиага, кез келген аптекадан табуға болады. Бұл гель тәрізді түрі. Бұның порошок түрі де бар, бірақ порошок түрін қолдануға кеңес етпеймін. Ол өте кішкене жесткілау болады да, бетке қандай да бір раздражение алып келуі мүмкін. Ал гель тәрізді жұмсақ қолданғанда жақсы болады. Бодиага көбінесе беттегі безеуден қалған іздерді ағартуға өте жақсы көмектеседі, және де қара дақпен де күресте өте танымал. Бар болғаны бетіңізді бірінші тоникпен жақсылап сүртіп тазалап аласыз. Сабын қолданбаймыз, және де тониктің құрамында спирт болмауға кеңес беремін. Және де қолданардан алдын кішкене шынтақтың бүгілетін тұсына бодиагадан жағып күтесіз 15 минут. Қышу, ашу сезімі болмаса, сізде аллергия жоқ. Сосын бетіңізді тоникпен сүртіп болғаннан кейін қажетті орынға ғана, яғни безеудің үстіне және дақтың үстіне точно қылып жағамыз. 15-20 минут ұстап, сосын салфетканы сулап сүртіп жуып тастаймыз. Аптада 2-3 рет осылай жасаймыз. Бұны түнгі уақытта жасауға кеңес беремін. Бодиагамен мұндай процедура жасағаннан кейін далаға шығуға болмайды 3 сағаттай. Яғни түнгі уақытта жасауға кеңес беремін. Және де бетіңіз қатты суық болатын болса, жаңағы раздражениеға жақын, сезімтал тері болатын болса, қолдануға кеңес етпеймін. Бетіңізді бірінші кезде реакциясын байқайсыздар, чтобы сізде аллергия болмау үшін бетіңізде нормальный эффект болатын болса, аптада 2 рет, 3 рет жасауға болады. Толық бетке жағуға болмайды, ханымдар. Біреулері бетке толық жағуға болады деп жатады, жоқ. Бетіңізді зақымдап алуыңыз мүмкін. Тек қана дақтың үстіне және безеуден қалған ізге ғана осы бодиаганы жағып 15-20 минут ұстап, сосын жуып тастаймыз. Артынан крем жағуға кеңес беремін, қорғау сезімі болмау үшін. Солай аптада 2-3 рет жасап көріңіздер, міндетті түрде результат болады. Өйткені бұл косметология саласында кеңінен тараған өнімнің бірі. Тек порошок түрін алмаңыздар, осындай гель түрін алуға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сіздерге көмектесті ме, қолданып көрдіңіздер ме? Көмектескен болған болса, қолданып көрген болсаңыздар, комментарий астына жазып қалдырыңыздар, чтобы басқа да ханымдарға пайдалы болу үшін.